Сәлем, Қайрат. Қалайсыз, жақсы? Қалың қалай? Жақсы, шүкір өзіңіз. Шүкір, жақсы еттеп. Алла деп. Шүкір, жақсымыз. Амансыздар. Жаңалықтар болса құтты болсын, өткендерге салауат болсын. Әумин, рахмет. Өздеріңе де. Қалмайды бақытты артқа тепсең құның, бақ қонар, барға тәуба етсең бүгін. 6 күн 6 сағат секілденіп, есігін қағайықшы жексенбінің деп. Өзіңіз айтқандай Айнұр Тұрғанбекқызы бүгінгі жексенбіде өзіңізбен желі арқылы онлайн жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Енді алғашқы сұрағымыз өзіңіздің отбасыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Қайрат, алдымен кеш жарық дейміз ба, қайырлы күн дейміз ба, қалың қалай. Өте қуаныштымын бүгін өзіңмен жүздесіп отырғаныма. Осындай онлайн болса да, қазіргі таңда барлығы онлайн болып қалды ғой, карантинге байланысты. Енді отбасымдың көп адамдар, ауылдың адамдар соның ішінде біледі. Нұрлан атты үйіміздің иесі, отағасымыздың бар екенін, одан кейін Олжас, Өркен, Айдидар деген 3 Алланың берген балапандарының бар екенін, жақында ғана келіп қосылған Наргиз деген тағы бір қызымыз пайда болды. Келініміз, әумин, Өркеніміз үйленіп, үйлі болды. Мен қазір бір көрсетіп өтейін бұларды, содан кейін бұлар тамақ ішіп жатыр енді. Міне сәлем салып жатыр мен келінім. Саламатсыздар ма? Мына Өркен, мынау үйленген ұлымыз, мынау үлкен осы үйдің тұңғышымыз, Олжасымыз, 9-шы мектепте оқыған, мынау біздің кішкентайымыз, Айдидарымыз. Сол келініп, шайын ішіп, осылай отбасымызбен отырмыз. Осылай көрсетуге тура келіп тұр. Енді жалпы отбасымыз осы, Аллаға шүкір, Алланың берген ынтымақ бірлігінің арқасында сол келін алып, енді бұйыртса әже боламыз ба, ата боламыз ба деп, сондай жақсы үміттермен жүрміз. Рахмет. Мінекей желі арқылы отбасыңыз таныстырып жатсыз. Алайымда осы отбасыңыздың ұйытқысы болып, Нұрлан ағамен бірге осы ұрпақтарыңыздың қызығын көре беріңіздер, ниеттеріңізге жете беріңіздер, Алла қабыл еткен. Айнұр апа, енді сіздің ұлағатты ұстаз болып, қаншама білімді, дарынды шәкірттерді ертіп тәрбиелегеніңіз белгілі. Аз уақыт болса да бірге кәсіптесте болғанымды мақтан етемін. Енді сол ұстаздық жолда өзіңіздің мақтанышпен тілге алатын жақсы бір шәкірттеріңізді атай аласыз ба? Кімдер еді? Ұстаздық ол менің ең осы өмірге келгендегі нөмір 1 миссиям. Шәкірттер деп отырсың, шәкірттерім өте көп, өте оларды енді саусақпен санарлықтай емес, сондықтан барлығын айтпайын, ішіндегі ең бір жақсы өзімнің қазіргі таңда мақтанатын шәкірттерімді айтсам, алдымен тіліме оралатын ол Перизатым, Бекетова Перизат Дәулетияр қызы, оны бүкіл Тауелбай халқы біледі деп ойлаймын. Ең керемет біздің 9-шы мектептің шұдықтың атын жақсы жағынан қазір Периді блогер ретінде көбісі танып жатады, журналист ретінде де танып жатады, жақсы бір сондай қыз, әйел азамат ретінде танып жатады. Сол Перизат қазіргі таңда әлі күнге дейін хабарласып, араласып тұрамыз. Үлкен қызым деп айтып жатам. Одан кейін Жарасқан Нұрбаев. Енді Жарасқан осы нені көретін болса, ертеңгі күні шығады ғой енді жарыққа. Жараспен екеуміздің біраз болды. Сол мектеп мен кеткелі Жарасты көрген жоқпын. Бірақ Жарастың сол поэзияға деген қызығушылығын сезіп, алғаш рет екеуміз отырып алып, өлең жазып, ол өлеңдерді талдап, ол маған өлеңдерін жинақ қылып алып кеп, сондай керемет бір кездер болған. Содан кейін мен сабақ бермесем де шәкірттім деп атай алатын Нұрлан Сәркеев, өз барша Тауелбай білетін асаба, қазіргі таңда осы Қарағанды облысында. Қазіргі таңдағы шәкірттерім тікелей өзімнің жақында ғана, осы былтыр ғана
шығармашылық кешін бердік. Жас болса да 15-16 жаста ғана болған. Тілеужан Қамысбаев деген, осы Қарағанды облысының тумасы, ақын. Тілеужаным, ол да күтіп отырған болатын, мұғалім қашан шығасыз деп. Қазіргі таңда 11 сынып оқиды. Сол Тілеужан және Бибінұр Мадиярова, Тәуел Байшудықтың тумасы, Ұлжалғас Сәрібаева, Тамды ауданының тумасы. Олар да менің бір Алланың бір маңдайыма бере салған сол ауылдың қыздары екеуі, бірақ 5-ші сыныптан бастап сабақ беріп келемін осы Қарағандыда. Осы балалар, Аллаға шүкір, кенде емеспін шәкірттерден. Рахмет, тамаша. Енді мынау жаныңызда тұрған көріп қойдық енді. Осы домбырадан деп қойып отырмын. Әніңізді естісек. Ал домбыраны алайық, әкемнен қалған домбыра деймін. Енді бұл әкемнен қалған, расында да әкем баста мені сол 5-6 жасымда өлең жаздым деп отырмын ғой. 5-6 жасымда осы домбыраны қолыма ұстатып үйретіп, туған жер өзің дегенде деген әннен бастатып үйреткен. Одан еркем айды үйреніп, сол папамыз бізге үлкен сондай қазақи тәрбиеге жетелеген. Осы сол кезден бастап осы қара домбыра серігіміз. Қазір ауылға барғым келеді. Мен мына эфир қалай болады екен? Бір шумағымен бір қайырмасын ғана айтып берейін. Ауылға барғым келеді өзімнің. Сені көргеннен кейін ауыл есіме түсіп отыр қазір. Бір сағыныш пайда болып, үнімде сырлы сезім жылт етеді ай жүрегімнің түбінде. Ойларда, қырларда кіріп менің түсіме, небір қиял мазалайды, ұйқы бермей бүгінде. Қырда гүлі жайнаған қандай сұлу айналаң, тіршілігі қайнаған ауыл жайлы ойланам. Жастық ұрақ желеді, самалмен тербеледі. Осы күні ауылға барып қайтқым келеді. Осы күні ұшқыдыққа барып қайтқым келеді. Шіркін, тамаша, керемет. Апай, жалпы енді осы ретте мен балаларыңыздың да бір өнерін көргім келіп отыр. Жалпы көпшілікке қандай өнерлері бар жалпы балалар? Қайрат, менің енді 3 балада, Аллаға тәуба деймін, 3-еуі де өнерден кенде емес. Жаңа Олжекеміз, Олжасымызда барлық өнер енді бойында, өзінің әндері бар, жаңағы ән жазатыны бар, өлең жазатыны бар. Енді маған ол жағынан тартып кеткен. Сосын Айдидарда қазіргі таңда Бозторғай вокал студиясында, осында балалар мен жеткіншектер сарайында әнші вокалда бір жағынан оқиды өзі. 4-5 жылдан бері дәріс алады, бір жағынан сондай сахнада жүреді. Ал енді менің өзіме аумай тартқан, түр ұқсамаса да аумай тартқан ұлым, ол Өркен. Ол кішкентай күннен бастап осы домбыраға әуес болды. Мектепте домбыра сыныбында оқыды. Осы жердегі облыстық мамандандырылған музыка мектеп-интернатында оқыды. Домбыра сыныбында Азамат Үсіпбек деген керемет, сондай дәстүрлі әнші сол кісіден сабақ алып, Тәттімбет өнер колледжінде, одан Алматыға барып Чайковскийға, енді қазіргі таңда да сол музыкамен байланысты оқып жатқаны. Енді Өркен, мүмкін гитарамен айтасың ба, әлде домбырамен айтасың ба? Қайсысы дұрыс, Қайрат? Негіз, мейлі қалаған аспабында ойнай берсін. Мен Өркеннің жалпы өнерінен
таныспын, жас қанатқа барған адамның барлығын көріп отырып. Енді Өркеннің дауысын естіткім келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ахуалдар жақсы ма? Ал, құттықтаймыз. Достар туралы бір ән айтайын. Өзіме жақында ғана осы. Бұрыннан бері білем, просто жақыннан бері сол әнді өзімнің репертуарыма қостым да, қасымдағы жанымда жүрген балаларға ұнап қалды сол ән. Жабығып қалғаныңда, таусылып талғамыңда, арнап ауыр мұңның бір сәтке алдануға, қасыңда бір болатын, жабықсаң шыңғадан, шапанда жаяу қалсаң, аянмас мінген атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досың керек екен, достарың керек екен. Атыңа сай Өркенің өсе берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Әрқашан абыройың елдің алдында бектей берсін. Әумин. Басың аман болсын. Әумин. Құрған отауың елге сәнді болсын, бақытты болыңдар. Әумин. Сіздің бір қырыңыз айтыскер, қасиетіңіздің, суырып салма қабілетіңіздің бар екенін білеміз. Мен білсем, кезінде осы өзіміздің аймақта Қанарбай атаның бір тойында меді айтысқа қатынасқаныңызды білемін. Сіздің осындай сонымен бірге тек жазба ақындық емес, суырып салма қасиетіңізді дәл осы сәтте бір сынағым келіп отыр. Қалай қарайсыз? Осы сәтті пайдаланып, шумаққа қосып қайрат. Қалай қарайсыз? Қазір енді ойға аяқ астынан ғой, бұны ойламаппын мен негізі. Осындай сұрақ береді. Осындай сұрақ береді деп ойламаппын. Шабытыңыз мұқалмасын. Интернеттің, ғаламтордың ғажабына бағынып, сарқылмайды деген оймен әлі үміт. Хабарласты Қайрат жаным ауылдан, үшқұдықты отырғанда сағынып. Айта беріңіз, қозғай беріңіз. Тағы басқа өлеңдерде оқиық. Кетпесінші көрерменіміз жалығып дейік па? Аяқ асамаған қиын екен енді. Лайымда осындай тірлікте, қым-қуыт тірлікте ешқашан талмай шаршамай шәкірттеріңізге сапалы білім, саналы тәрбие беруден шаршамаңыз. Айнұр алдағы жұмыстарына шығармашылық табыстар тілейміз. Қаламыңыз қалмасын, көрікті жылдар күтеміз. Отбасыңыз аман болсын. Бүгінгі сұхбатыңызға үлкен рахмет. Керемет сұхбат болды деп ойлаймын, көпшілікке естелік. Ал енді құрметті көрермен қауым, бүгінгі онлайн сұхбатымыз осымен тәмам. Келесі жексенбіге дейін аман жетейік, сау болыңыз.